Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қалай қуанышы жаңалық айтқалы отырмын. Жемқорлардан қайтқан қаражат, былайша айтқанда, заңсыз иеленген активтерді мемлекетке қайтару бойынша енді Жетісуда 2,16 миллиард теңгеге жаңа мектеп салынады. Ойлап қараңыз, 1969 жылдан бері жаңартылмаған, 55 жыл бойы күрделі жөндеу көрмеген мектеп, енді бұл мектеп апатты жағдайда тұр. 140-қа жуық бала осы мектепте білім алып жатыр. Енді осы мектепке жемқорлардан қайтқан, былайша айтқанда, заңсыз иеленген активтерді мемлекетке қайтару бойынша қайтқан қаражаттың есебіне үкімет енді 2,16 миллиард теңгеге жаңа мектеп салуға шешім қабылдады. Әрине, бұл қуанарлық жағдай. Алайда елімізде барлығы қуанарлық жағдай болып жатыр ма? Бұл қаншалықты дұрыс? Жемқорлар жеген қаражатын елге қайтарып, заңнан құтылып кете бергені дұрыс па? Енді қараңыздар, Қырғызстан елінен бір ғана мысал келтіріп берейін. Қырғызстан билігі осындай нәрсемен күресіп жатыр. Оларда бірақ заң басқаша, біздікіндей жаңадай жаздым жаңылдым деп мемлекетке қаражатты қайтарып, Қайрат Боранбай сияқты мысалы қараңыздаршы, Қайрат Боранбай қаңтар оқиғасынан кейін қамауға алынған болатын, яғни неше түрлі жемқорлық әрекеттеріне байланысты. 8 жылға бас бостандығынан айырылған Қайрат Боранбай артынша бостандыққа шықты. Бостандыққа шыққаны аздай Паралимпиада комитетінің президенті болды. Кеше ғана 8 жылға бас бостандығынан айырылған адамның бостандыққа шыққан аздай енді Паралимпиада комитетінің президенті болып кеткені Қазақстан үшін үйренішті жағдайға айналып бара жатыр. Бұл қорқынышты нәрсе шындап келгенде. Қырғызстан елінде бұндай заңдарды қатаңдатып жатыр. Енді қараңыздар, қырғыз ағайындардың ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы бар ғой, КНБ-ның басшысы, былайша айтқанда, сол мәлімдеме жасады, жаңа заңды таныстырып жатыр. Осы Қырғызстанның жаңа заңын қараңыздар. Яғни шенеунік жемқорлықпен ұсталатын болса, ол міндетті түрде түрмеге түседі. Яғни Қырғызстанда да, былайша айтқанда, заң солқылдақ болған. Енді қараңыздар, бұл әбден ашынып отыр КНБ-ның басшысы, былай дейді ол. Шынымды айтсам, шаршадым. Жемқорды ұстайсың, ал ол сот шешімімен ақша төлейді де құтылып кетеді. Сот жүйесі, прокуратура немесе құқық қорғау органдарынан бір адамды түрмеге отырғыза алмадық деп ашынып отыр Қырғызстанның қауіпсіздік комитетінің басшысы Қамшыбек Тәшиев. Енді ол жаңа заң бойынша қандай жазаға тартылатынын былай деп түсіндіріп берді. Енді олар жазаның ең болмаса жартысын түрмеде өткізеді. Пара алғаны дәлелденген шенеуніктер міндетті түрде түрмеге түседі. Мұндай жазадан ешкім қашып құтылмауға тиіс деп мәлімдеген болатын. Бұл көршілес Қырғыз елінің тәжірибесі. Яғни ол жақта да заңдар шенеуніктерге келгенде, олигархтар, байларға келгенде солқылдақ еді. Енді мына КНБ-ның, былайша айтқанда, басшысы осындай ашынып отыр. Олар құтылып кете берді дейді. Әртүрлі сылтау айтып, жаңадай қаржысын қайтарып болсын, соттан, заңнан құтылып кете берді. Енді олар бұндай айламен, бұндай амалмен құтылып кете алмайды. Егер шенеунік пара алған болса, және ол дәлелденген болса, ол міндетті түрде түрмеге түседі деді. Қараңыздар, Қырғыз елінің жасап отырған заң жобасы. Ал Қазақстан Қырғыз елінен үлгі ала ма екен? Өйткені жемқорлықпен ұсталған шенеуніктердің, яғни оның қылмысы жасаған жемқорлығы дәлелдене тұра, жаздым жаңылдым деп қайтарған, елді тонаған активтерін елге қайтарып бергеннен кейін оны бостандыққа жібере салу қаншалықты дұрыс? Қырғыздардың заң жобасы сіздерше дұрыс деп ойлайсыздар ма? Бұны қазақ билігі, ресми Астана бір өздеріне әлемдік тәжірибе ретінде қарастыру мүмкін ба? Яғни бұл алыстағы бір Америка емес қой, өзіміздің жанымызда отырған Қырғыз елі. Былайша айтқанда, салт дәстүріміз, тілімізге дейін ұқсас. Ол жақта да біз сияқты адамдар өмір сүріп жатыр. Қырғыз елі түсініп отыр жемқорлармен қалай күресу керектігін.
ал қазақ билігі бұдан қашан сабақ алар екен?